цех қандай жұмыспен айналысады, қандай қарулар бар бізде, қандай іс-шаралар кімдер жұмыс істеп жүрді, қандай адамдар абақтыда отырады, солардың бәрін сендерге көрсетіп, таныстырып, патриот сезімдеріңді көтеріп, құдай қаласа елге адал жұмыс, адал қызмет жасайтын рухтарыңды көтеру мақсатында. Аудан қандай дамып жатыр, тәртіп қалай жұмыс істеп жатқан, өздеріңізге құралдарын, саймандарын, тергеушілерін бәрін, жаңағы бұны ұйымдастырып жатқан Таулы Қарабақ ұйымының төрағасы Бақтияр ағаларын, өйткені ертеңгі күн сендер осы еліміздің болашағысыңдар.